Сәлеметсіздер ме, құрметті әріптестер? Білім сапасын басқару жүйесіндегі педагогикалық квалиметрия тақырыбында директор орынбасарларына арналған біліктілі арттыру курсының мазмұндық модулін мен сіздерге ұсынамын. Мазмұндық модульдің бағыттары әртүрлі, бірақ оның барлығы бізге белгілі түсінік. Білім сапасының айналасына шоғырландырылған. Білім беруді дамыту стратегиясы сапаны талап етеді. Қазіргі уақытта Қазақстан Республикасының білім беруді дамытудың 2011-2020 жылдарына арналған мемлекеттік бағдарламасы аясындағы өзгертулер күтілетін нәтижені көздеп, атап айтқанда, бағыт жүйесінің білім сапасы мен бәсекеге қабілеттілігін арттыруға бағытталған. Бағдарламаның білім сапасын басқару мен бақылауды жетілдіру басымдыққа бағыттардың қатарына жатқызылған. Білім сапасын басқару біріншіден бұл түсініктің жағдай, үдеріс, нәтиже, барлық құрамын нақты көру білу. Екіншіден бағалау тәртібі іс жүзіне асыра білу. Соның негізінде сәйкес басқарылушы шешімді шығару. Егер сапаны басқарудың моделін қарасақ, онда бұл жүйеде өлшеу, бағалау және сапаны жақсарту маңызды элемент болып көрінеді. Бірақ жақсарту белгілі жағдай ғана мүмкін, оны мына слайдтарда көруге болады. Алғашқы екі модельді алсақ, басқаруды көрсетеді, онда кері байланыс қарастырылмаған, немесе бар, алайда формалды. Сапаны бағалаудың құрылымдық жүйесі ақпаратты алу, интерпретациялау, басқару шешімді шығару. Сапаны басқарудың тиімді және сенімді құралы болып табылады. Бұл үшінші модельде көрсетілген. Осындай модель әр мектепке іс жүзіне асырылуға өте қажет. Халықаралық тәжірибеде бағалау тәртібі сапаны басқарудың міндетті бір құрамы бөлігі болып табылады. Педагогикалық квалиметрияға педагогикалық қауым қызығушылығын артуы түсінікті. Квалиметрия термині сапаны өлшеу деген мағынада берілген. Педагогикалық квалиметрия ғылыми сала ретінде сапаның сандық бағалау әдісімен принциптерін зерттейді. Білім беру жүйесінде объектілерінің нақты сандық көрсеткіштері арқылы сапаны көрсетеді. Педагогикалық квалиметрияның білім негізгі басқарудың бүгінгі проблемасын шешуге мүмкіндік береді. Ақпараттың көптігі немесе жетіспеуі педагогикалық ұжымның сапа туралы объективті қорытынды жасауға, яғни ойдағыдай жетістікке жетуге және жақсартуға мүмкіндік бермейді. Бұл неліктен солай деп сұрақ тууы мүмкін? Жауап: сапаны бағалауда бірыңғай талаптың болмауы, сонымен қатар қорытындының объектілігі мен өткізу тәртібін сенімділігімен қамтамасыз ететін диагностикалау және әдістемелік жүйенің жеткіліксіздігі. Тағы да білім сапасын бағалау үшін көрсеткіштерді іріктеу принциптерін сақтамау, соның ішінде біріншіден қолданылатын көрсеткіштердің инструменталдығы мен технологиялығы, екіншіден білім берудің тиімділігі мен сапа көрсеткішін анықтау үшін алғашқы мәлімет дереккөзінің оптималдылығы, үшіншіден көрсеткіштер жүйесінің иерархиялығы. Бұл әсіресе білім беру ұйымның аттестаттауға дайындық пен оны өткізу аралығында байқалады. 2015 жылы Қазақстан Республикасының білім және ғылым министрлігі мен білім беру саласын бақылау комитетінің ұсынысымен пилоттық форматта критериялар мен дескрипторлар негізінде білім беру сапасын бағалаудың жаңа тәсілдерінің апробациясы өткізілді. Апробация барысында пилоттық тексеруде критериялар мен дескрипторларды 3 топқа бөлуге немесе қосуға болады. Бірінші топқа оқу тәрбие үрдісінің сапасын қамтамасыз ететін критериялар жатады.
Оның ішінде оқыту сапасын бағалау, ресурс сапасын бағалау, балаларды қолдау сапасын бағалау. Екінші топқа басқару сапасын қамтамасыз ететін критериялар жатады. Оның ішінде басқару сапасын бағалау, ата-аналармен, әлеуметпен қарым-қатынас сапасын бағалау, ал үшінші топқа нәтиже сапасын бағалау критериясы жатады. Оған педагогтерге, ата-аналарға, оқушыларға жүргізілген сауалнамалар қорытындысын жатқызуға болады. Жаңа бағалау механизмінің негізгі ерекшелігі әр критерияға дескрипторлардың болуы. Дескриптор үлгілі, жақсы, жақсартуды талап етеді, төмен деген жеткен деңгейді анықтауға мүмкіндік береді. Тағы бір маңызды ерекшелігі бақылау мен қолдау үлестіру тәсілдерін бағыттылығы. Басқару менеджменттің маңызды принципі ретінде өзін бақылау рөліне акцент берілді. Мұндай тәсіл ішкі және сыртқы аудитті бірыңғай ұстанымды өткізуге мүмкіндік береді. Бұл өте маңызды. Мектеп үстіртін қорытынды шығаруды болғызбайды, ресурсты, нәтижені, принципті ұйымдастыруда тұтас көруге мүмкіндік бере алады. Тәжірибеде көрсеткендей, бағалау осы тәсілді қолдануға көмектеседі. Сапаны жоспарлау, сапа көрсеткішін талдау мен өлшеу арқылы сапаны бақылау, үдерісті түзету арқылы түзету, сапаны жақсартуды қамтамасыз етеді. Басшының квалиметриялық құзыреттілігінің деңгейін арттыру міндет ретінде көрсетілген, ал біз ұсынған курс бағдарламасы осы міндетті сәтті орындауға көмектеседі. Жаңаны танып білуде қажырлы болыңыздар. Барлық тәжірибелік жұмысты орындауға тырысыңыз. Ондағы негізгі мақсат бағалау тәртібі іс жүзіне асыру арқылы іскерлікті қалыптастыру. Бұл модульді аяқтағанда сіз біріншіден ғылым ретінде өлшеу әдіс туралы квалиметрияның мәнін түсінесіздер. Екіншіден бағалау критерияларын жасау әдісін, білім сапасын бағалаудың ішкі жүйесін жобалауды, тиісті диагностикалау құралдарын, инструменттерін таңдауды үйренесіздер. Үшіншіден білім беру ұйымын дамытудың болжаудың перспективалық дағдысын меңгересіздер. Төртіншіден білім беру ұйымының қызметінде квалиметриялық тәсілді қолданғанда өзін бағалау сапасын тәжірибеде іскерлік деңгейге арттырасыздар. Тыңдағандарыңызға рахмет.